Баршаңызға қайырлы күн. Бұл Family Day каналы. Біздің кезекті отбасы күніміз Астана қаласында орналасқан ұлттық музейді аралауға арналады. Бізбен бірге болыңыздар. Видеоны соңына дейін көріп, жақсы әсер алып, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сырттан кіргенде бірден музейдің екінші қабатынан көтерілеміз. Ол жерде бізді тексерістен өткізіп, киімімізді гардеробқа тастап кетеміз. Біз билетті алдын ала электронды форматта алып қойған болатынбыз, ал по идее музейге келгеннен кейін кассаның өзінен де алуға болады екен. Взрослый бар, студенческий бар, 7 жасқа дейінгілерге бесплатно екен. Ал экскурсиямызды бастайық. Бұл жерде біздің ұлттық аспап домбыралардың көрмесі орналасқан екен. Түрлі ақындардың, жазушылардың жеке домбыралары қойылған екен. Және байқағанымыз, бұрынғы домбыралар формасы 4 бұрышты болған, ал кейін ғана барып былай дөңгелектенген секілді. Мұнда Думан Хадишаға қалай домбыраны тартуды көрсетіп жатыр. Мұна домбыра, Динамир Песованың домбырасы екен. Онда үстіне жазып тұр. Музейдің әрбір бұрышы түрлі жәдігерлерге, осындай қолдан жасалған өнер туындыларына толы. Барлығы ерекше, өте әдемі, өте шеберлікпен жасалған екен, көздің жауын алады. Ғаш болып, ежелгі және орта ғасырлар тарихи залын араладық. Кірген бойда еліміздің символына айналып кеткен қар барысы бейнеленген жар көрдік. Думанға айтып жатырмын, мына тастар андай. Обычный тастар ғой, бүйтіп көшеде жатқан, мысалы, қазірше кезінде осыларды қашап құрал болып пайдаланған, мысалы, мына жерде шапқылар дейді, найза ұштары дейді, ұршық басы деп. Мыналардың бәрі андай көзге бір тас секілді, простой тас секілді көруі мүмкін, бірақ на самом деле кәдімгі бір күнделікті тұрмыста керек қолданған материалдар болған ғой, по идее. Біз қазір көшеде жатырмыз, мысалы. Бұл осы ботайлар тұрған баспана, реконструкция. Осылай бізге көрсетіп қойыпты. Жаңағы мен айтқан тастар. Мысалы, біздің көзімізге қазір просто тасы көрді, мүмкін ал кезінде үйдің ішінде кәдімгідей әрқайсының өзінің орны болған. Біздегі пышақ, сап көп секілді. Қыштан жасалған қыстар екен. Өте әдемі. Қатты ұнатып тұрмын, қараңыздар. Аналдыз прям. Бүйтіп анықтап қарайтын болсақ, өте әдемі суреттер. Өте әдемі қыстар. Қазір біздің баратын жеріміз ескі Сығанақ қалашығының реконструкциясы. Сол жердің мәдениетіне көріп тұрғандарыңыздар, Сығанақ қалашығының мәдениетін таныстырған дәліз болып табылады екен. Қазір барлық істерді анықтап түсіремін. Тарихи қаламыз дек қазақ болады кезіне, Иә. Әзір прямо атмасы. Біздің туған жеріміз Түркістанның бейнесі тұрмында. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Я, шынымен Думан айтқандай ескі заманға түсіп кеткендей болдық. Барлығы сондай дәлдікпен жасалған екен. Тіпті видеода көріп тұрған итті алғаш көрген кезімде шын ба деп қорқып кеттім. Бұнда су құбырлары. Кезінде әр үйде осындай су құбырлары болған. Канализация кезінде болған ғой, былай қарасақ. Мына тұрған бейне қола дәуіріндегі әйелдің киімі дейді. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі,
Ашеке бұйымдары қолдарын толтыған киім. Басындағы бас киімі өте қатты ұнап тұр. Бірінші этажды аралап біттік. Қазір енді екінші этажға көтерілейін деп жатырмыз. Қалай ұнап жатыр ма? Әдемі. Ал бұл хан ордасы. Көріп тұрғандарыңыздай, хан тағы, оның жанында уәзірлері отыратын орын және хан тағының үстінде ту орналасқан екен. Сол жақта көтерген ғой енді. Ақ киізге, Абылай ханды ақ киізге көтеру рәсімі өте әдемі бейнеленген екен. Мен қазір келесі залға кіріп келе жатырмын. Бұл қазақтың дәстүрлі мәдениеті залы екен. Танысатын боламыз қазір. Залға кіргеннен өте әдемі көрініс көзімізге түсті. Ол қазақ үйі. Бұл біздің қазақ үйдің көрінісі. Киіз үйдің, бұл киіз үйдің ішіне барлығы қамтылып көрсеткен екен. Мұнда дәрет алатын, жуынатын ыдыс, осы үйдегі ер азаматтың ер тоқымы, қолданылатын қару-жарағы тұр. Ұлттық аспабымыз домбыра, сандықтарымызда орналасқан ұлттық оюмен өрнектелген көрпе. Мұнда жатын орын, кішкентай үйде сәби болса, сол баланың бесігі. Мұнда әйел азаматы үйде қолданылатын күбі, ыдыстар, оқтау тұр. Мына жерде арнайы бөлек шкаф тұр екен. Және біздің ақ дастарханымыз, қазақтың ұлттық тағамдары, қазы, құрт, жент, сүт, қымыз орналасқан екен. Және де текеме тұр, көріп тұрғандарыңыздай. Төбеде майшам, барлығы өте әдемі құрастырылған екен. Осы үйдің ішінде маған өте қатты ұнап тұр. Ал үйдің сыртында осы үйдің адамдарының тоқтай тұрмыс тіршілігі көрініп тұр. Бәйбішенің гүбі пісуі, ол өрнектеген кілем, осы үйдің түр-түрі малы, қолданылатын ыдыстары және арбасы көрсетілген. Яғни сол замандағы толықтай бір үйдің тұрмыс тіршілігін, ауласын көре аламыз. Қадиша тамақтанып алып жатыр. Целый музейді түсіндірем деп шашақ қалып жатыр. Балаларыңызбен келіңіздер, өте әдемі жер екен. Жылы, тыныш, қызықты, бастысы. Міндетті түрде келіңіздер. Бізге қатты ұнап жатыр. Думан, не ойлап кеттің? Жақсы, әдемі алады. Сен қинала келген адам сияқты отырың ғой. Уа керемесің, айтамаймын дейді. Ал бұл бал-бал тастар расында қаған желеңдерде басына қойған тас мүсіндер екен. Бұл бізде алтын зал деп аталады. Бұл ортада тұрған бәйтерек талы символын білдіреді. Мұнда 40 000 свет орналасқан екен. Қараңыздар, өте әдемі зал. Біз осы бәйтерек талдың астында тұрғандаймыз. Яғни бұл талдың діңгегі. Ал негізі өте әдемі. Менің артымда тұрған көрініс тау-кен өндірісі. Яғни осылай тау-кен өндірісі дамып, адамдар қола, мыс, немесе металдарды тауып, өздерінің кішкенелерін қолдады, даму этапына көшкен. Жаңағы тау-кен өндірісі кезінде табылған металдардың барлығын арнайы осындай пештерде өңдеп, түрлі зергерлік бұйымдар және үй тұрмысында қажет құрал-жабдықтарды жасаған екен. Мұнда сол көрініс бейнеленген. Яғни қалай ең соңғы этапта сол металдан бір зат жасалып шыққаны көрсетілген. Ал бұл ең алғаш табылған алтын адам бейнесі.
Бұл жерден екінші және үшінші алтын адамды көре аламыз. Олардан 4000-ға жуық алтын бұйым табылған екен. Менің астымда тұрған қола дәуіріндегі адамдарды жерлеу дәстүрі екен. Яғни ол дәуірде адамдар арғы дүниеде өмір бар дегенге сеніп, бұл адамның өмірде қолданған ыдыс-аяқтарын, қару-жарақтарын жанына көмген екен. Қазір сіздерге көрсетіп, келіп көрсеңіздер болады. Жайлы қорқытсын ба? Мен осылай өзімнің ыдыстарын, қолданған қару-жарақтарын, жылқысын бірге көмген екен. Жалпы музейдің іші өте керемет, өте құнды жәдігерлер орналасқан екен. Гидтер барлығын түсіндіріп беріп жүр, бірақ баламен жүргеннен кейін гидтің жанында басқа адамдармен бірге жүру бізге азап қиын болып жатыр. Әрине, әр жаңа жәдігердің қасында қысқаша мәліметтер жазылған, бірақ толық ақпаратты білгім келеді. Сондықтан да музейге бір приложение жасап қойса болады екен, аудиогид. Өзіміз наушникпен келіп, әр залдың нумерациясы бар, соны қосып тыңдап жүретін. Сонда болатын болса, тіпті керемет болатын еді. Себебі түрлі жәдігерлер көргенмен жаңағыдай түсініксіз моменттер өте көп. Гид айтқанда ғана түсінесің, ал оның жанында жүре беру азап қиындық туғызады. Егер Астана қаласында қонаққа келсеңіздер, Астана қаласында тұрсаңыздар, міндетті түрде ұлттық музейге кіріңіздер деген келеді. Орта Азиядағы ең үлкен музей деді ме, Жан? Орталық Азиядағы ең үлкен музей болып саналады екен. Ішінде өте керемет, түрлі дәуірлер, түрлі мәдениеттер бөлініп көрсетілген. Сондықтан да міндетті түрде қонақ болып келсеңіздер, Астанада тұрсаңыздар, келіңіздер деген келеді, балаларыңызды алып келіңіздер. Бізге өте қатты ұнап жатыр. Қазір біз енді музейдің ең қызық залына, палеонтология залына келіп жатырмыз. Қазақстан территориясынан табылған жануарлардың картасын көретін боламыз. Тот самый мамонт, динозавр, бұғылардың сүйектері көрсетілген. Қазір сіздерге барлығын жеке көрсететін боламын. Менің артымда тұрған мамонттың сүйегі. Асында көздің жауын алатын, әрі аздап бойға үрей сыйлайтын көрініс солай емес пе? Келесі видеода кезінде қазақ даласын мекендеп, қазіргі таңда жойылып кеткен алып мүйізді бұғының мүсіні. Ал бұл тиранозавр рекстің мүсіні болып табылады. Динозаврлардың қалдықтары Қазақстанда Қызылорда өңірінде көптеп табылған екен. Бүгінгі демалысымызды ұлттық музейде өткізіп, рухани байып, ерекше сергіп қалдық. Ересектерге де, қарттарға да, жастар мен кішкентай бүлдіршіндерге де келіп, көріп, аралауға болатын жер екен. Мұнда Хадиша қайтқысы келмей жылап жатыр. Егер видео ұнаса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.